Бәріне сәлем, сіздер мен Асел, менің парақшама қош келдіңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Осы видеоны соңына дейін қарап, лайк басып кетсеңіздер, үлкен рахметімді айтамын. Менімен бірге болыңыздар. Сонымен жұмысымды бастайын. Бүгін мен жуынатын бөлмені тазалаймын. Бұл жерде аптасына 2-3 рет жинамасаң шаң болып кетеді. Өйткені бәріміз күніне 10 кіріп 10 шығамыз осы жерге. Кір жуылады күнде. Қол жуамыз, жуынамыз. Шашты да осы жерге тараймыз. Сонымен осы жер ең шаң болатын жер. Мына жерде бұрыштарда бізде су тұрады. Баклажкаларда. Өйткені бізде городокта кейде су болмай қалады. Сол кезде осы жерден алып қолдана беруге көп қып толтырып қоямын. Бұларды да орнын ауыстырып астыларын түгел сүртіп шықтым. Содан кейін дорожкасы болған, іште оны стиралкаға жуып, балконға жайып қойғанмын. Мен жуып болам дегенше ол синтетика тез кеуіп кетеді. Сонымен үйтіп жуып болдым. Көрермендер, сіздерге сұрақ, сіздерге қандай видеолар ұнайды? Осындай мотивация на уборку деген ұнай ма, ұнамай ма? Мысалы өзіме маған ұнайды. Мысалы көп блогерларды көрем. Көбіне шет елдің блогерлары үйлерін жинап жатады, соны мен көріп отырам. Маған сол қызық. Сіздерге сондай ұнай ма, ұнамай ма? Комментарияға жазып кетсеңіздер. Мінекей мына жерде полының бәрін сүртіп болдым. Бутылкаларды жылжытып қойдым. Енді кепкенін күтемін. Бүгін 5 ноябрь. Менің алойымның өскені дәу болып кетті. Мына терезеге сыймай тұр, енді холодильниктің үстіне қойып қоям. Мындай болып тұр. Қалың болып өсті. Ағаштар күшті болып тұр, сары болып. Бірақ мына жақтағылар онша емес. Үйдің іші ыстық. Отопление қосылған. Пердемен былай жауып қойсаң, мынау нетіп тұрады, кедергі жасап тұрады екен. Соны алып тастайын деп жатырмын. Сонымен дорожкам кепті, полда кеуіпті. Сонымен дорожканы салып қойдым. Горшоктарды ішіне кіргізіп, ана порошок тұрған ыдысты да ішіне кіргізіп қойдым. Енді болған шығармын деп ойласам, болмаппын. Тағы да ванна бар бізде. Бізде андай раковина жоқта, тек қана ванна. Сол үшін күнде кір бола береді оның іші. Жуып қойсаң бәрібір кір болып кетеді. Сонымен енді соның ішін жуамын. Қалып қалған заттарды кіргізіп жатырмын. Мына тас өзі осындай дорожка сияқты тас. Су тисе өзіне сіңіріп алады. Соны мен Каспийден алғам. Мына швабрантта осы 1-2 айдай болды қолданып жүргеніме. 2,5 ба, 3 мың теңге ма сондай алғанымы Каспийден алдым. Кейде андай кухня анау-мынауды тез жуасағанға пайдет. Бірақ андай бұрыш-бұрыштарға кейде істемей қалады. Оны обычно тряпкамен жуам да, андай былай кіре берісті сол швабрамен жуасағанға ыңғайлы, қолыңды суға салмайсың. Ал енді ванна жууға кірісемін. Көбіне мен ваннаны пищевой сода, одан кейін моющее средство қосам. И белизна болса белизна үшеуін қосып жіберем. Сонымен араластырып сөйтіп жуа саламын. Кейде тек қана фейри сияқты сондай моющее средствоны тек қана соның өзімен жуа саламын. Ал егерде ваннаға жататын болса, онда белизна қосып жуамын. Сол мына жерде бұрыштарым да шашылып тұр. Бәрін жинау керек. Не раковина болмаса осы ваннаның іші күнде шашылады. Мына бұрышта да мінекей шашылып тұр. Қазір бәрін дұрыстап жинаймын. Мына жерде қолыммен бүйтіп тиктоктағыдай істейін десем, істелінбейді екен. Уахахат. Сіздерге енді мына жерде не бар көрсетіп кетейін. Мына жерде бізде репейное масло шашқа кейде қолданам, кейде қолданбаймын. Мынау чудо средство.
отсюда очиститель ағартатын ғой. Мынау шугаринг жасағанға сахарная паста, мынау скраб для лица, азелик, ар жағында тұрған ол терезе жуатын. Мынау уже бітпей кетті ғой, көп, бір жылдай болды ма уже. Ал мына жерде мынау бет жуатын, рисовый, неден жасалған, күріштен. Мынау Oriflame'ның маскасы. Бұны анда-санда бір аптасына бір рет қолданамын. Кейде ұмытып кетем. Мынау Еврашенің гель для душасы әлі бітпей жатыр. Мынау Еврашенің несі уксус для волос жақсы күшті көмектеседі. Шаш тұрғанда. Осы күшті. Мынайды өз иісі де күшті. Одан кейін мынау Zact деген скраб для тела иісі күшті енді прям. Яна кожаны мынандай нетеді, жұмсартып жібереді. Одан кейін мынау Арыспала блогерден алған бет жуатын Мюхон Queen деген. Мынайды иісі күшті енді, күнде осымен жуып жүрмін. Мынаны Пиндодадан алған шампунь, шаш түсірмейді деген енді осымен жуып жүрмін. Иісі ондай бір күшті андай парфюмированный иіс емес. Бір шөптің иісі шығады. Одан кейін мынау Garlic деген чесноктікі шаш түсірмейді деп осыны алғам. Әлі бар. Білмеймін, енді кішкене қойып келатыр ма, әлі бір-екі ай деп болды қолданғаным нормальный. Одан кейін балаларда Кря-Кряның екеуінің екі шампуня. Мынау мұрын шайқағанға Dolphinның несі аппараты. Аквамарис, мынау духи, туалетная вода. Алиданікі. Мынау шашқа себетін Алиданың. Шашты андай жұқастырмайды. Мынау присипка. Бұны мен қолданам. Присипканы сугарин жасағанда. Мынау балаларға арналған тұз күшті екен. Каспиден алып 700 теңге ма, сондай тұрады. Одан кейін мына жерде Жеңістің шампуні Head & Shoulders. Мынау менің бальзам для волос, кондиционер. Одан кейін мынау сабындар әлі біткен жоқ. Жилет сол, мынау шаш боятын щеткам, мынау скраб для ног қойғандай, өкше қаратын. Бары осы менің заттарым. Мочалка менде мынаны неден алғам осы. Алиэкспресстен. Жоқ, мен Каспиден алғам. Андай не дейтін еді. Тұтып қалдым. Дуфа. Натуральный. Балалар жұмысын деп алдым кейде. Осы анандай, маған қарағанда осылар жақсы. Мынау өзімдікі. Мынау да бет жуатын ішіне сабын салып қойып жуа бересің. Бұл да натуральный. Сол осылар. Ал швабрама келетін болсақ, швабра менің мынандай. Мінекей, 3 табынандай несі бар, губкасы. Губкама не насадка дейді ғой. Тряпкалары. Екеуі жап-жаңа, үшіншісін балконға жайып қойым, жұп болған емен. Мына жаққа құясында, мына жақ қайсет, мына жағымен сығатын жағы. Мына жаққа су толтырасың, мына жағына сығып аласың. Ыңғайлы. Бұландай нелер жуасағанға ыңғайлы. Сол барлығы осы. Сонымен жуынатын бөлмені толық тазалап болдым. Мінекей результат. Енді соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар. Рахмет сіздерге.